Баршаңызға қайырлы күн. Бұл сабағымыз енші дәрежелі түбірден комплекс санды шығару тақырыбына арналатын болады. Өткен бөлімде біз квадраттық түбірден шығарудың формуласы бойынша мысал есептер қарастырып және формуласын дәлелдеп көрсеткен болатынбыз. Енді біз нақты сол түбірлерден аналитикалық тәсіл арқылы шығу жолын көрсететін боламыз бұл сабақта. Яғни осы көрсетілген теңдік негізде шығарамыз. Мысал ретінде квадраттық түбірде a плюс b деген комплекс сан берілетін болса, бұл түбірден құтылу үшін біз білетініміз x қосылған y деп жазып аламыз да, екі жағын квадраттайтынбыз. Сол кезде біз осы жерден x пен y-ті анықтай аламыз. Ал кубтық түбір берілетін болса, a қосылған b тең болады. Бұл жерде де x қосылған y деп аламыз да, екі жағын кубтаймыз. Сол сияқты бізде түбірдің дәрежесі өскен сайын жаңағы комплекс санымызды дәрежелеуіміз өсе береді. Яғни осылай жалғасады да, бізде енші дәрежелі түбірге дейін жалғасатын болса, ендеше жаңағы x қосылған y-імізді жазамыз және де n рет дәрежелейміз. Сол кезде біз осы комплекс санымыздың нақты бөлігі мен жорамал бөлігін таба аламыз. Енді біз осының дәрежесі өскен сайын біз білеміз, бұның шығарылу жолы қиындай түседі және көп уақыт алады. Сол себепті біз бұл түбірден оңай құтылу үшін тригонометриялық жолды қарастырамыз. Ол сабақ біздің каналымызда бар, қарап алуларыңызға болады. Енді осы теңдік негізінде жаңағы түбір астындағы комплекс саннан құтылып көрейік. Мысал қарастырайық. Мысал ретінде түбір астында минус 1 плюс түбір астында 2 и деген осындай комплекс сан берілсін түбір астынан. Енді түбірден құтылу үшін біз білеміз, оң жағына x қосу y деп жазып аламыз және де екі жағында квадраттаймыз. Квадраттайтын болсақ, түбір астында минус 1 плюс түбір астында 2i квадрат тең болады x қосылған y-дің квадратына. Енді бұл жерден түбір мен квадрат кетеді, сол кезде минус 1 қосылған түбір астында 2i қалады тең болады x квадрат бұл жерден. Ал мынау жерде бізде екі еселенген x, y және де y-дің квадраты ол бізде минус y-дің квадратын береді. Ендеше сәйкесінше минус 1 қосылған түбір астында 2i тең болады x-дің квадраты минус y-дің квадраты қосылған екі еселенген x, y деген өрнек шығады. Енді бұл жерден бізде нақты бөлігі сол жақта минус 1 болып тұр, оң жақта нақты бөлігі x квадрат минус y квадрат болып тұр. Ал жорамал бөлігі сол жақта түбір астында 2i болып тұр, ал оң жағында екі еселенген x, y болып тұр. Енді сәйкесінше теңестіретін болсақ, бізде x-дің квадраты минус y-дің квадраты тең болады минус 1-ге және де екі еселенген x, y тең болады түбір астында 2-ге. Енді жүйені шығаратын болсақ, бізде бұл жерден x-ті өрнектеп алатын болсақ, x тең болады түбір астында 2 бөлінген 2y болады. Енді осыны бастапқы теңдеуге алып кеп қоятын болсақ, бізде түбір астында 2 бөлінген 2y-дің квадраты минус y-дің квадраты тең минус 1-ге. Енді бұл жерден квадраттайтын болсақ, 2 бөлінген 4 бөлінген y квадрат минус y квадрат тең минус 1 болады. Енді бұл жерден қысқартып жіберсек 2-ден 1 шығады. Сондықтан біз
теңдіктің оң жағында сол жағында көбейтіп жіберейік 2y квадратқа. Сол кезде бізде 1 минус 2y-тің 4 дәрежесі тең болады минус 2y квадратқа. Енді ықшамдайтын болсақ, бұл жерде бізде 2y-тің 4 дәрежесі минус 2y-тің квадраты минус 1 тең 0 деген y квадрат теңдеу шығады. Y-тің квадратын t деп өрнектеп алайық. Ендеше бізде 2t-ның квадраты минус 2t минус 1 тең 0 деген квадрат теңдеу шығады. Дискриминант табатын болса, 4 қосылған 8 тең болады 12. Түбір астына алатын болсақ, ол бізде 2 түбір астында 3 болып шығады. Ендеше t 1 2 тең болады 2 плюс минус 2 түбір астында 3 бөлінген 4-ке. Бұл тең болады 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберсек, 2 мен 4 қысқарады. Сонда бізде 1 плюс минус түбір астында 3 бөлінген 2 қалады. Енді біз білеміз y квадрат тең t екендігін. Енді бұл жердегі 2 түбірде t-ның орнына қоя алмаймыз. Себебі бұл жерде бір түбірден теріс сан шығып тұр. Яғни 1 минус түбір асты 3 бөлінген 2 деген түбірден бізде теріс сан шығады. Ал біз білеміз, нақты сандар жиынында квадраты теріс сан болатын сан жоқ. Сол себепті y квадрат тең болады жаңағы 1 плюс түбір астында 3 бөлінген 2 деген түбірді аламыз. Енді y тең болады плюс минус түбір астында 1 плюс түбір асты 3 бөлінген 2-ге. Мінекей біз бірінші түбірін жорамал бөлігін таптық. Енді сәйкесінше нақты бөлігін табайық. X квадрат минус y квадрат тең болады минус 1-ге екендігін білеміз. Мінекей, енді осы жерге біз y-ті қоятын болсақ, x квадрат тең болады минус 1 плюс y квадрат болады. X квадрат тең болады минус 1 плюс жаңағы түбір астын квадраттайтын болсақ, түбір квадратпен кетеді, сол кезде бөлімде 2, алымда 1, қосылған түбір асты 3 қалады. X квадрат тең болады, ортақ бөлімін келтіретін болсақ, бөлімі 2, минус 2-ге 1-ді қосатын болсақ, ол минус 1, плюс түбір астында 3 деген осындай бөлшек шығады. Бұл жерден x табатын болсақ, плюс минус түбір астында минус 1, плюс түбір асты 3 бөлінген 2 деген түбірлер шығады. Мінекей біз 2 бөлігінде таптық, яғни нақты бөлігінде, жорамал бөлігінде таптық. Ол дегеніміз z комплекс саны плюс минус x плюс минус y деген түрде тұр. Енді бұл жерден біз 4 түбірінде алмаймыз, біз 2 түбірін аламыз. Яғни біз өткен сабақта бұны толықтай айтқан болатынбыз. Нақты және жорамал бөліктерінің көбейтіндісі бізде жаңағы бастапқы берілген, яғни түбірдегі комплекс санның жорамал бөлігінің таңбасымен бірдей болуы керек. Яғни бастапқы түбірде жорамал бөліктің алдында плюс болатын болса, жаңағы соңынан тапқан нақты және жорамал бөліктерінің көбейтіндісінің таңбасы бізде плюс болу керек. Егерде минус болатын болса, екеуінің көбейтіндісі минус болу керек. Ендеше бізде плюс болу үшін екеуде минус және де екеуде плюс болу керек. Яғни x-тен аламыз плюсті, түбір астында минус 1 плюс түбір асты 3 бөлінген 2 және де плюс и түбір астында y-іміз бізде 1 плюс түбір асты 3 бөлінген 2-ге. Бұл мінекей бірінші түбіріміз. Ал енді екінші түбір бізде z
2 тең болады минус түбір астында минус 1 плюс түбір астында 3 бөлінген 2 және де минус и түбір астында 1 плюс түбір асты 3 бөлінген 2-ге. Мінекей біз осылайша бастапқы берілген түбір астындағы комплекс саннан түбірлерін таптық. Яғни ол бізде 2 түбірге тең болды, z1 және z2 деген. Жолын қалай табу керектігін түсіндіңіздер деп ойлаймын, және де бұл квадраттық түбір болғанда. Егер де кубтық түбір болса, сәйкесінше кубтайсыздар. Енді бұл жол дәрежесі өскен сайын күрделене түседі. Сол себепті тригонометриялық жолын түсініп алғандарыңыз абзал болады. Ал ол жол біздің каналымызда көрсетілген. Ендеше осымен бұл сабағымыз аяқталды. Қазақ тілді контентті қолдап, қазақ тіліндегі сабақтардың көбеюіне үлес қосу үшін арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Ендеше баршаңызға сәттілік.